20 ғасырдың екінші жартысында әлемдегі екі ең мықты держава бір-біріне қарсы тұрды. Бірақ шамамен 45 жыл бойы тікелей қақтығыстарға бармады. Қырғиқабақ соғысына алып келген оқиғалар тізбегін карта арқылы қарастырайық. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Еуропаның ең мықты державалары әлсіреп қалды. 6 жылдық соғыста 60 миллионнан астам адам қаза тапты. Әлемде екі ғана ұлы держава қалды. Америка Құрама Штаттары мен бұрын нацистік Германия мен Жапон империясына қарсы бірге соғысқан КСРО. КСРО кеңестік социалистік республикалар одағы жер шарының 6-дан 1 бөлігін алып жатқан орасан үлкен мемлекет. Бұл коммунистік режиммен басқарылатын 15 республикадан құралған және бір ғана партияның қолындағы билік шоғырланған ел. Америка Құрама Штаттары негізінде капитализм жатқан демократиялық республика. Ол әскери үстемдікке ие. Әлемдегі жалғыз ядролық қаруы бар мемлекет, әрі әлемдегі ең қуатты экономика мен өндірісі бар ел. Екі держава Еуропада өз ықпалын кеңейтуге тырысады. ақш Маршалл жоспарына сәйкес еуропалық елдерге олардың экономикасын қайта қалпына келтіру және сауда байланыстарын нығайту үшін қарыздар береді. Ал Кеңес одағы өз шекараларын қауіпсіздендіріп, азат етілген елдерде кеңесшіл үкіметтерді орнатуды көздейді. Осылайша Еуропа темір перде деп аталатын екі блокқа бөлінеді. Германияда одақтастар өз бақылау аумақтарын біріктіріп, Кеңес одағымен жасалған келісімді бұзады. Бұған жауап ретінде, Кеңес одағы әлі де одақтастардың бақылауында тұрған Батыс Берлинге блокада орнатады. Ал одақтастар қалаға тек әуе жолы арқылы жеткізуге мәжбүр болады. Осы сәттен бастап, екі держава бір-бірінен қорқа бастайды. ақш-та коммунистік идеяларды қолдайтын мемлекеттік қызметкерлер қызметтен босатылады. Голливудта антикоммунистік үгіт жүргізу құралына айналады. КСРО-да кез келген оппозициялық әрекет басып жаншылады. Идеология мен ықпал үшін күрестен бөлек, екі держава ғылымда, өндірісте, ғарышта, спортта және қару-жарақта да бәсекеге түседі. Кеңес одағы өндіріс пен қару-жарақты жедел дамытып, 1949 жылы алғашқы атом бомбасын сынақтан өткізеді. Сол жылы ақш Батыс блогы елдерінің әскери одағы НАТО-ны құрады. Қырғиқабақ соғыс кезінде екі держава мен олардың одақтастары арасында көптеген жанама қақтығыстар орын алады. Алғашқысы Грекияда болады. Кеңес одағы қолдаған және Югославия қаруландырған коммунистік көтерілісшілер дәстүрлі монархиялық партияға қарсы азаматтық соғыс бастайды. Бұл партияны Ұлыбритания, кейін ақш қолдайды және қаржыландырады. Алайда кейін КСРО Югославиямен одақты үзеді. Осылайша коммунистер аса маңызды қолдаудан айырылады және қаруын тастауға мәжбүр болады. Грекия Батыс блогының бір бөлігіне айналады. Қытайда 3 жылға созылған азаматтық соғыстан кейін коммунистер ұлттықшыл күштерді жеңіп, олар Тайваньға кетеді. Кеңес одағы бұл аймақта одақтас табады, ал бұл келесі екі соғысқа айтарлықтай әсер етеді. Бірінші соғыс коммунистік Солтүстік Корея мен ақш бастаған Біріккен ұлттар ұйымы халықаралық күштері қолдаған Оңтүстік Корея арасындағы соғыс. 3 жылдық қақтығыстан кейін атыс тоқтайды. Корей түбегі екіге бөлінеді. Екіншісі Қытайдың француздық Үндіқытайдағы жағдайға араласуы. Ол Францияға қарсы коммунистік көтерілісті қолдайды және Францияны өз отарында билікті сақтап қалу әрекеттері сәтсіз болғаннан кейін аймақтан кетуге мәжбүр етеді. Вьетнам 17-ші параллель бойынша екіге бөлінеді. Солтүстігі коммунистік, оңтүстігі антикоммунистік, тиісінше КСРО мен ақш қолдайды. Вьетнам соғысы басталады. НАТО әрекеттеріне жауап ретінде КСРО Варшава шарты елдерін пайдаланып, өз әскери одағын құрады. Келесі жылы Франция мен Ұлыбритания Суэц каналын бақылау үшін Египетке қарсы соғыста Израильмен біргеді. ақш-та КСРО бұл шабуылды қолдамайды. Бұл атысты тоқтату туралы келісімге әкеледі және аймақтағы еуропалық үстемдіктің аяқталғанын білдіреді. Бұл КСРО-ға тиімді болды. Кеңес одағы әскери және өнеркәсіптік артта қалуын жойып, Батыс Еуропаға бағытталған жүздеген алыс қашықтықтағы ракеталар орналастырады. ақш-та өз ракеталарын КСРО-ға бағыттайды. Келіспеушіліктердің нәтижесінде Қытай КСРО-мен қарым-қатынасын үзіп, әлемдік жаңа держава болуға ұмтылады. Кеңес одағы Шығыс Берлиннен Батыс Берлинге көшуді тоқтату үшін қабырға тұрғызады. Осы кезеңде көптеген елдер екі блоктан да шығып, бейтарап болып,
қазір қосылмау қозғалысы деп аталатын қозғалысты құрады. Оңтүстік Америкада ақш коммунизмнің таралуын тоқтатуға тырысады, бірақ Кубада төңкеріс жасай алмайды. КСР ақштың сәтсіздігін пайдаланып, Кубаға дипломатиялық ықпалын арттырады. Аралына әскери кемелер мен әскерлер жіберіліп, ақшқа бағытталған ракеталар орнатылады. Жағдай сондай деңгейге жетеді. Екі елдің әскери теңіз күштері бір-бірінің шабуылын тойтаруға дайын тұрады. Бүкіл әлем демін ішіне тартып, үшінші дүниежүзілік соғыс қателікпен басталып кетеді ме деп күтеді. Бірақ келіссөздер нәтижесінде КСР ақш Кубаны шабуылдамайтынына және Еуропадағы ракеталарын алып тастайтынына келіссе, өз әскери күштерін алып кетуге келіседі. Вьетнамда ақш коммунистік төңкерістен қауіптеніп, оңтүстікті қорғау үшін 500 000-нан астам сарбазды қамтыған әскери операция бастайды. Бұл шешім Францияға ұнамайды. Ол жағдайды бейбіт жолмен шешуді жөн көреді. Франция тым агрессивті ақштан алыстап, НАТО-дан шығады. 1975 жылы коммунистер соғыста жеңіске жетіп, ақшты жеңеді. ақштың халықаралық беделі қатты түседі. КСРО бұл мүмкіндікті пайдаланып, әлемдік ықпалын қайта күшейтеді. Бір жағынан, ол Африкада жаңадан тәуелсіз болған елдерде билікке келген коммунистік бағыттағы әскери топтарды қолдайды. Екінші жағынан, Ауғанстанға әскер енгізіп, мұджахедтерге қарсы коммунистік режимді қолдайды. Мұджахедтерді басқа елдермен бірге ақш-та қолдап, қаржыландырады. Сонымен қатар, КСРО Еуропаға бағытталған ракеталарын заманауи әрі дәл етіп жаңартады. Бұл Еуропадағы ракеталық дағдарыстың басталуына әкеледі. Ол Еуропаны қауіпке тігеді және ақшты өз ракеталарын орналастыруға мәжбүрлейді. Қару-жарақ жарысы күшейіп, КСРО өз жалпы ішкі өнімінің 14%-на дейін жұмсайды. Кеңес одағының қаржысы таусыла бастайды. Дағдарыстың шарықтау кезеңінде ол экономикалық реформалар енгізуге тырысады, бірақ сәтсіз болады. Ақырында екі держава қарусыздану жөніндегі келіссөздерге отырады. КСР Ауғанстаннан кетеді және Африкадағы коммунистік топтарды қаржыландыруды тоқтатады. Ел реформалар мен ашықтыққа көшуге талпынады. Бірақ бұл тым кеш еді. Басталған наразылықтарды басу мүмкін болмайды. Берлин қабырғасы құлайды. Германия қайта бірігеді. 1991 жылы КСРО тарайды, ал оның 15 республикасы тәуелсіз мемлекетке айналады. Қырғи-қабақ соғыс аяқталады.